Шрек, мұратына жету. Ерте-ертеде, ешкі жүні бөрдеде, бір патша мен патшайымның Фиона атты сұлу қызы болыпты. Өкінішке қарай қыз дуагойдың қарғысына ұшырайды. Көркіне көз тоймайтын қанша, күн батқанда огырға айналады. Қарғысты қайтару үшін оны сүйікті жігіті сүю керек болыпты. Осылайша Фиона Азулайда күзеткен биік қамалда сүйіктісін күтеді. Алайда арада талай жылдар өтеді. Амалы таусылған патша мен патшайым тәуекелге бел болады. Чу! Чу! Ой! Көңілімде алаң бар, Лилиан. Пері қарғысты қайтару үшін оның ерінен сүйікті жігіті сүю керек деп еді. Қойш, мен олай елден күдерім түскем. Соңғы үмітіміз осында. Өткен жолы Мидас патша бұл кісіні әбден мақтады ғой. Қалайша қызымыздың өмірін мына кісінің қолына тапсырамыз. Түсінсем бұйырмасын. Нағыз арам, опасыз, барып тұрған Румпельстильскен. Патша ағзам. Амансыз ба? Тыныш, Фифи, бар жат. Өздеріңіз көріп отырғандай, бәрі ойдағыдай. Демек, қызымызды қарғыстан құтқарасыз ғой. Ол үшін қиырдағы патшалықтың менің атыма аударуыңыз керек болады. Лилиан, бұлай болмайды ғой. Басқа малымыз жоқ, Харальд. Фиона қашанғы мұнарада қамалып отырады. Жылдан жылға жас қосып жатыр. Сол үшін патшалықты сұраған нес? Демек, қызыңыздан көріп патшалық қымбатырақ екен ғой. Біз үшін қызымыздан қымбат ештеңе жоқ. Қане, Фифи, бер кел. Қол қойыңыз. Сол кезде бүкіл мәселеңіз шешіледі. Тақсыр ем, ханшамыз құтқарылды. Кім құтқарыпты? Дейім жұрт ақырғаннан қорқатын огыр Шрек біздің сұлу ханшамыз Фионаны құтқарады деп кім ойлаған? Олар үйленеді. Сосын үш бірдей бөпе огырлар туады. Осылайша қиырдағы патшалықта бейбітшілік орнайды. Не деген қуаныш? Сөйтіп олар ұзақта бақытты өмір сүреді. Мырза, бұл үшін айыппұл төлеуіңіз керек. Мүмкін келісіп көрерміз, балақай. Негізі мен балақай емеспін. Ендеше балақай айналдырайын. Енді кәрі мұнда аттапасыш болма, атың өшкір Румпел. Мына огыр бәле болды ғой. Абайлаңыз, огырлар отбасы. Қайырлы таң. Қайырлы таң, қымбаттым. Терең демал. Өзіме тартқан ғой. Біздің Фергус болса, сонша не жеген өзі? Иісін-ай. Ал сол жағымыздағы кейіпкер, дүниені өзгерту үшін дамбал ауыстырудың керек жоқ екенін дәлелдеген қалқан құлақ огыр. Сен кереметсің, Шрек. Шрек дәл қазір не істеп жатыр екен? Бұл енді кие ғой. Мынаны қалай киізем? Айдахар көпірдің астымен ұшып өтіп, мұржа арқылы мұнараға шығады. Біз қонаққа
жаққа келдік. Әлемнің еш жерінен мендей досы таппайсың. Хей, Шрек келіп ерінен сүйгенде, қанша сүйкімді огырға айналып сосын олар бақта. Ғұмыр, Кешет. қара, жұлдыз ағып барады. Сонымен, ішіңнен не тіледің? Әр күніміз осылай бола берсе екен. Келші құшағыма. Махаббатым, жүрегім, сені мәңгі сүйемін.